бірдей декларацияны тапсырған туралы анықтаманы қалай аламыз? Салық азаматқа кіреміз. Және жоғарыда үш сызықтың үстінен басамыз. Декларация тапсыру дегенді басамыз. Өзіміздің құпия сөзімізді енгіземіз. Және сен беру тарихы. Осы жерден бастап дейін деген аралықты таңдайсыз. Нысанды таңдайсыз. Және қолдану деген батырманы басатын болсаңыз, сіздің осы тапсырған декларацияңыз шығады. Хабарламаны ашу деген батырманы басамыз. Осыны скриншот жасап алсаңыз болады, немесе осы батырманы басу арқылы соткаңызға жүктеп алып сақтап қойсаңыз болады, немесе осы декларация тапсырған туралы анықтаманы сұратқан жағдайда оны PDF файлмен ашып WhatsApp арқылы жіберсеңіздер болады. Міне қазір WhatsApp арқылы жібереміз. Осыны таңдайсыз және өзіңіздің сұратқан адамыңыздың WhatsApp-ын таңдайсыз. Міне осылай жіберсеңіздер болады. Егер видео пайдалы болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.